Сәлем баршаңызға. Корзинка с творогом жасаймыз. Тестасы песочный. Ең алдымен біз тестасын жасап аламыз. Начинкасын кейіннен жасап көрсетемін. Тестасын жасау үшін бізге ең алдымен бөлме температурасында тұрған, яғни еріген май қажет болады. Алдын ала ертіп қою қажет. Жақсылап араластырамыз, үлкен ыдысқа салып. Бұл жерде майымыз 72%-дан жоғары болуы қажет. 72%-дан жоғары майларды қолдана берсек болады. Ары қарай майдың үстіне қаймағымызды қосамыз. Қаймағымыз 20%-дан жоғары болуы қажет. Қаймағымызды қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Разрыхитель салып болғаннан кейін біз қамырымызға қант саламыз. Қантымыз міндетті түрде ұсақ болуы қажет. Қантымыз ұсақ болғаны бізге тестамен жақсы жұмыс жасауға әсерін тигізеді. Сондықтан ұсақ қантты қолдануларыңызға кеңес беремін. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмау керек қанттың. Жақсылап отырып араластырамыз. Қантымыз еріді-ау деген кезде біз үстіне 1 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа салғаннан кейін де біраз уақыт араластырып тұруымыз қажет. Яғни қантымыз ерігенше жақсылап араластырғанымыз жөн. Жұмыртқаны салып болғаннан кейін үстіне ұнымызды шетінен салып отырамыз. Белгіленген 250-300 грамм аралығында ұн қосамыз негізінде. Бірақ біз жұмыртқамызға байланысты, кейбіреуінде үлкен, кейбіреуінде кіші болғандықтан граммдарына байланысты ұнымыздың жаңағы салған кезде тестамыздың мөлшері де өзгеріп отырады. Сондықтан үлкен жұмыртқа болса 290-300 граммдай ұн кетеді. Ал кішірек болса сол 250-240-қа дейін ұн саламыз. Яғни ұнды салған кезде бізге қолымызға сәл ғана жабысатын өте жұмсақ теста шығуы қажет. Тестамызды сәл араластырған кезде араластырғышты қойып, қолымызбен жақсылап араластыруымыз қажет. Қолымыздың көмегімен теста жасап шығарамыз. Тестамызды жасап шығарғаннан кейін біз оны жартысын морозильникке, жартысын холодильникке саламыз. Яғни кішкене бөлігін морозильникке, үлкен бөлігін холодильникке саламыз. Енді начинкасын жасаймыз. Начинкасын жасау үшін бізге міне қант, жұмыртқа және творог қажет. Үшеуін бірден салып, араластырып, мынадай шығаруымыз қажет. Енді осындай ыдыстар алып қойсаңыздар, біраз уақытқа жететін болады. Холодильниктен шыққан тесталарымызды 35 граммнан әрқайсысын бөліп, міндетті түрде весімен бөліп, осындай ыдыстарға орналастырамыз, жабыстырып. Яғни бір шай қасықтан жаңағы начинкасын салып шығамыз. Яғни творогпен жасалынған начинкасын бәріне салып шығамыз. Мұндағы жаңағы көрсетілген начинканың граммдарымен салсаңыздар 12 штукқа жететін болады. Ары қарай біз үстіндегі бетіне, начинканың бетіне морозильниктегі тестаны үгітіп бетіне себеміз.